Және аналар қазір жүктілікке анемиямен барады да, темір тапшылықты анемиямен. Сонда мен таң қаламын да, қалай сіз сонда жүктілік бойы, әсіресе соңғы триместрларда мүлдем темір препараттарын қабылдаған жоқ, босануға гемоглобин 90-мен, 100-бен бара береді аналар. Және оның астары немен бітетінін бала үшін жиі көп ойланбайды. Темір тапшылықты анемия кезінде балада қандай бала қалай сезінеді өзін темір тапшылықты анемия? Мен білем, балалар компенсациясы жақсы болады. Яғни олар талып қалмайды бірден, иә. Олар айтпайды, мен басым айналып тұр деп, иә. Олар біраз уақыт компенсацияда жүре береді. Мен даже білем, балаларды гемоглобин 70-пен түрін бәрі нормально, айта алмайсың анемия деп, иә. Бірақ та, иә, сабағы нашар, концентрациясы нашар, тез шаршап қалады, өте андай эмоционалды тұрақсыз болып келеді, иә, агрессивті тез жылап қалады, шашы қатты қалың емес, иә. Бірақ аналар оған да қатты мән бермейді. Иә. Қазір андай ғой, анемия десең, ой, ол қалыпты. Иә, әр адамда анемия болған үшін бар ғой, иә, іштен кетпей жүре бер, ешкім өлген жоқ деп ойлайды. Жүрміз ғой 80-мен нормально деген сияқты, иә. Бірақ анемия деген мысалға елестету керек та, мысалы жасуша ауа жетпей жатыр, яғни өзіңіздің басыңызға жаңағы салафанды кигізіп, пакет кигізіп қойсаңыз, қалай ауа жетпей тұншығып қаласың. Дәл солай ол баланың да жасушасы ағзасындағы тура сөйтіп тұншығып жатыр. Ол сөйтіп тұншыққандықтан жаңағы ол да қайтадан митохондриялық дисфункцияға алып келеді, митохондрияның жұмысын бұзып жатыр. Себебі митохондрия энергия өндіру үшін бізге оттегі қажет, қатты қажет, ол оттегінен өндіреді. Оттегінен алады, жаңағы қосымша тағы заттардан алады, сөйтеді да ол энергияны өндіріп береді. Ал енді бізде жаңа оттегі жетіспей жатса, ол қайдан алады энергияны? Клетканың өзінде жаңағы ауа жетіспей, ол тұншығып жатыр. Ондай бала былай жүре беруі мүмкін, әйтеуір компенсация болып, бірақ оның ағзасы толықтай сондай тұншығып жатыр да. Үлкен стресс болып жатыр. Онымен негізі ойнауға болмайды, себебі оның болашақтағы кері тигізетін әсері өте ауыр. Ондай балада міндетті түрде иммунитеті қатты төмен болады, энергиясы да аз болады. Иммунитет төмен болған соң кез келген вирусты жолдан жолыққанның бәрін жабыстырып жүреді ғой. Кез келген вирус, бактерияның бәрін өзіне жұқтырып жүре береді. Және менен сұрайды, неге менің балам жиі ауыра береді, иә? Анализ тапсырсаң, міндетті түрде анемия болып тұрады. Жалпы қан анализінде гемоглобин норма болуы мүмкін, себебі компенсация жүріп жатыр ғой енді, иә. Бәрі норма, 120 болып тұр. Бірақ та ары қарай тапсырған кезде, яғни сывороточное железо, ферритин, МСH, СМП бәрі төмен болып тұрады. Иә, оның бәрі төмен болып тұрады. Сосын тағы бір айтқым келіп отыр, жаңағы темір ғой, бізде ағзада балада темір жетіспей жатыр. Темір тасымалайды ғой, оттегіні темір тасымалайды. Бірақ ол тек қана қазір бізде мысалы классикалық неде қарасақ, алдында өзімде оқыдым, сөйтсем көбінесе интернетте жазып болған, ең бірінші темірдің қызметі ол оттегіні тасымалдау. Көп жерде сөйтіп жазғанда, біз интегративті медицинада тек қана оттегіні ғана тасымалдамайды, ол сонымен қатар қалқанша безінде активті Т3 гормонның түзілуіне қатысады темір. Және де детокс дейміз, яғни көбінесе бауырда жүреді ғой бізде детокс. Жасушаларда жүретін детокста бірінші фазасы дейміз, бірінші фазасында міндетті түрде темір қажет. Яғни темір анемия болды ма балада, міндетті түрде детокс нашар, ағзасына токсиндер, неше түрлі заттар жиналады, және де ол балада міндетті түрде гипотереоз болады. Себебі қалқанша безімен активті түрде Т3 гормоны бөлінбей жатыр. Ал Т3 гормоны бізде баланың интеллект дейміз ғой, ойлау қабілеті, сабақ оқуы, жалпы миының жұмысына өте қатты әсер ететін гормон. Сол себепті анемияны міндетті түрде емдеген дұрыс. Сол түрде жүрмеу керек. Ал ондай баладан кейде ата-аналар ойлайды, ол жалқаулық, сен сабақ оқымайсың, сен еріншексің, кеш тұрасың, сен ақылды емессің деген сияқты, сөйтіп баланы кішкене психологиялық түрде қыспақтайды. Бірақ ол баланың кінәсі емес бұл жерде. Ол бала өзі энергиясы жоқ, жаңағыдай қалқанша безімен проблемасы бар болса, анемиясы бар болса, ол баладан ары қарай керемет бір нәтиже күтудің қажеті жоқ. Бірінші жаңағы проблемаларды жапқан кезде, ол бала автоматты түрде өзі оқып, жаңағы жақсы болып, үлгерімі жақсы болып кетеді. Егер энергия жеткілікті болса, неліктен үлгермеске, оның бәрі балаға жалпы бәрі қызық қой. Олар білмейді, маған қызық емес деген сияқты.
оларға өмірдегі бар нәрсе қызық. Бізге біздің ата-ана ретінде бүкіл мүмкіншілік пен жағдай жасау, яғни бүкіл дефициттерді жабу, тамағын дұрыстау, және қалаған кружок пен қызығатын жерлерге апару, баланың ынтасын ары қарай дамыту үшін. Бізде классикалық педиатрияда, мысалы, темір тапшылықты анемия минималды курс 3-6 ай болады. Интегративті педиатрияда да сондай ма, әлде ұзақтап, жылдап емделетін нәрсе ма? Бізде ең бірінші интегративті педиатрияда біз бірден темір препараттарын бере салмаймыз. Бұл жақта себебі жаңа темірдің өзінің түрлері бар ғой, жаңа эквивалентті, үшвалентті деген. Сосын темір негізі ол ауыр металға да жатады. Ағзада ол артық жиналса, ол да өзінің жаңа созылмалы қабыну алып келеді керісінше. Сол себепті бәрі нормада болу үшін біз қараймыз балада жаңағы биохимиялық анализінен жалпы ақуыз, общий белок дейді ғой, соны міндетті түрде қараймыз. Себебі жаңағы ферритиннің өзі белоктан түзіледі. Ол белок, жаңа ферритин, ол темірдің қоры. Яғни белок өзіне темірді байланыстырып, сондай қор болып сақталып тұрады. Яғни ол ферритин. Ал енді ферритиннің азаю дегеніміз, ол тек қана темірдің ғана азаюы емес, ол қосымша ақуыздың да азаюы. Сол себепті мысалға, егер балада ақуыз аз болса, біз тек қана темір препараттарын бере беретін болсақ, ол ағзасында байланыстыратын белок жоқ, яғни ағзамызда көбейіп кетеді, темір көбейіп кетеді, бірақ ол байланысатын белок болмағандықтан керісінше ол өзінің зиянын тигізе бастайды. Яғни созылмалы қабынуға алып келеді, басқа да жасушаларды зақымдайды. Сол себепті бірінші кезекте ақуызды дұрыстап аламыз. Жалпы ақуызды толықтырып аламыз балаларда. Бірақ қазір негізі нормада бір жас жаңадан туған балалармен 6 жасқа дейін физиологиялық түрде асқазанның қышқылдығы төмен болады балаларда. Кейін өзінің нормасына келеді. Асқазанның қышқылдығы төмен болса, ондай балада міндетті түрде белок төмен болады. Себебі бізде белок ол ұсақ ақуыздарға асқазанның қышқылдығы, тұз қышқылдығы арқылы ыдырайды. Егер ол тұз қышқылы дұрыс болмаса, асқазанның, ол белок жаңағы шекке түседі, шектен жаңағы үлкен дәретпен шығып кетеді. Оны біз капрограммамен көрсек болады. Мышечный волокна, ет талшықтары деп шығып тұрады. Ол ет талшықтары шықса, бұл жаңа ең бірінші белгі асқазанның қышқылдығының төмендігін білдіреді. Яғни белокты мысалы бала етті көп жеу мүмкін. Біреулер айтады, менің балам ет күшті жейді, бірақ белогы төмен неге деген сияқты. Ондай жағдайда баланың асқазанның қышқылдығы төмен болғандықтан ол қанша жаңағы килограммда ет жесе де, ол дұрыс ыдырамайды, дұрыс ыдырамағандықтан ол ағзаға сіңбейді. Сол себепті жаңа асқазанның қышқылдығында қалыпқа келтіріп алған дұрыс болады балаларда. Енді біз жаңа туған балалармен 6 жасқа дейінгі балаларда белок, егер біз интегративті медицинада негізі өзінің нелері бар да, расшифровка, анализдердің өзінің бір нормалары бар да. Біздікінен бөлек болады. Кішкене өзгеше болады. Негізі белокты біз қалыпты 75-тен жоғары болса, бұл деген күшті дегенді білдіреді жаңағы. Ал егер жаңағы 75-тен төмен болса, жеткіліксіздік дегенді білдіреді. Бірақ қазір мысалы 3-4 жастағы бала келсе маған консультацияға, сол жақта жаңағы белогын қарасам 66-65 болса, ол норма, ол бала үшін норма. Себебі оның асқазанның тұз қышқыл әлі толық дамыған жоқ, толық бөлінеді. Оған біз сырттан қышқыл жаңағы көтеретін заттар берудің қажет жоқ, себебі ол 5-6 жастан бастап ақырын өзі өсіп өзгере бастайды. Бірақ егер жаңағы 6 жастан асқан бала 7-8 сондай бала келсе, ода төмен болса белок, уже бұл норма емес, керісінше ол баланың асқазан қышқылдығын көтеру керек деген білдіреді. Енді көтеру керек болса, өзінің сәйкесінше көтеретін заттар береміз, сөйтіп жаңағы коррекциялап аламыз. Коррекциясын жүргіземіз. Енді бұл жағдайда ең жақсы белок көтеретін жаңағы сүйек сорпасы ғой. Сүйек сорпасы өте күшті белок көтереді, кәдімгі табиғи зат. Сосын анемияға көбінесе мен ата-анаға айтамын, темір препаратын беріп асықпаңыз, жаңағы бауырдан паштет жасап беріңіз балаңызға. 1 ай көлемде беріңіз, результат өзі жақсы болады деп. Мен себебі өзімнің анемиямды сол бауырдың паштетімен сүйекпен емдеп алған адаммын. Белогымды да сонымен көтердім, жаңағы темірімді де сонымен жаптым. Сол себепті негізі неғұрлым табиғи затты қолданса, соғұрлым ағза жақсы қабылдайды. Ал қазіргі енді рынокта көп қой, неше түрлі синтетикалық формада дәрілер бар. Оны ағза қолдан қабылдау үшін тағы да бізге энергия қажет. Ал энергия
иә қорыту үшін энергия қажет. Балада өзі так Тапшы энергия Мгм. жетіспей жатыр, ол ананы қорыта алмайды дұрыс. Мгм. Иә. Мен де аналарға айтамын, егер мысалы темір препараттарын беру жеткіліксіз, Иә. яғни рационды да дұрыстау керек. Егер тасымалдайтын белок болмаса, ішетін препараттың жартысы, даже жартысынан көбі жай туалетке Иә. кетеді. Иә, ол бессмысленный нәрсе. Және жиі приверженность дейді ғой, яғни аналардың дәріні қабылдауы. Бір береді, бір бермейді, ұмытып кетеді, бір ай ішеді, шаршап қалады, бергісі келмей қалады. Яғни темір тапшылықты анемияны емдеу бұл шын мәнінде ұзақ процесс. Ұзақ уақыт. Иә. Кемінде 3 ай, негізі 6 ай аралықта. Себебі бізде ағза ең бірінші ол жаңағы дефицитін жабады. Ең бірінші дефициттерін жабады. Ол үшін бізден 1 айдан 3 айға дейін уақыт керек ағза үшін. Енді әркімде әрқалай, біреулер 1 айда, біреулер 3 айға дейін, біреулер жарты жыл болуы мүмкін. Одан кейін ол өзінің жаңағы дефицитін жапқаннан кейін қор ретінде енді жинай бастайды ғой, сол кезде аналар бермей қалады. Иә. Дәл керек кезде бермей қалады ғой, иә. Бермей қалады да, анау анемиясы қайтадан ақырын, мына жақта қор болмағандықтан қайтадан түсіп кетеді. Жаңағы несі гемоглобин де, жаңағы темірі де түсіп кетеді, ферритин де түсіп кетеді. Сонымен қайтадан анемияны емдемей біраз уақыттан кейін қайтадан айналып келеді. Қайтадан айналып келеді. Ал сосын бізде хроническая анемия деп өз-өздеріне сондай диагноз қояды. Иә, бірақ та шын мәнінде бұл соңына дейін емделмеген, созылмалы сондай жүре беретін іс қой. Бірақ негізінде егер шын мәнінде қолға дұрыстап алса, онда анемиядан құтылуға болады. Болады, иә. Иә, бұл сондай бір болмайтын нереальный нәрсе емес. Анемиядан құтылуға болады. Ал йодқа қалай қарайсыз? Бізде мысалы Қазақстанда йод тапшылықты мекен, иә, Алматы, бізде нанның ішіне де йод қосылады, тұздың ішіне де йод қосылады, иә. Жалпы балаларға йод беру қажет па? Қажет, иә. Тіптен мен айтатын едім, кәдімгі тула саған уақыттан берілетін бір қосымша маңызды бір элементтің бірі деп айтамын. Себебі йод ол жаңа баланың интеллектісіне әсер етеді. Яғни ол қалқанша безі арқылы жаңағы йод жетіспесе, активті түйшік гормон түзілмейді, ол гормон миға әсер етеді. Сәйкесінше ол гормон аз болса, мида да жаңағы жұмысы бәсеңдеп түседі. Йод тек қана ол ақыл ойға ғана емес, сонымен қатар антисептик қой, табиғи антисептик, яғни бактерия, вирустардан қорғайтын, иммунитетті белсендіретін микроэлементтің бірі. Сол себептен міндетті түрде, егер балада қазір көп қой анемия болғанса, міндетті түрде гипотиреоз дедік, сол себепті йодты берген маңызды. Бала өзі қазір кейде ата-аналар айтады, осы йодты берген кезде балам тез сөйлей бастады, кішкене көрініп тұр, андай ақылды бола бастаған сияқты деп. Белсенді бола бастаған сияқты. Қызыға бастады. Көзінен білінеді ғой, өзінің бірдеңеге қызығушылық танытып, сондай бола бастады деген сияқты нелер. Немесе зейін пайда бола бастады, концентрация жақсарды, сабақ үлгерімі артып жатыр деген секілді сондай айтады ата-аналар. Ол үшін әрине йод қажет. Иә. Жалпы менде андай всегда мысал ретінде айтамын да, Япония,